Есінен адасқан. Дәмді әрі жаңа піскен. Юру мырзаға онар деп ойлаймын. Осының бәрінен шаршамадыңдар ма? Күні бойы іздегеніміз осы. Тек Юру мырзаға тамақ жинау. Иә, бұл мені де біраз жалықтырып жіберді. Олай деме, мен Юру мырзаға бәрін айтып берем. Гон үшін оның онсыз да көңілі жоқ. Ол ашулы ма жоқ па, онда шаруам жоқ. Құстарға қараңдаршы. Солар сияқты қалаған жеріме ұшып бара алсам ғой шіркін. Не деп жатырсың? Ча-ча! Бауырым, бұл жолы мен жеңген сияқтымын. Жеңілген сияқтымын. Тез тығылайық. Ей, саңырау құлақтаршы. Көріскенше бауырым, ча-ча! Саңырау құлақтар. Намансың ба? Юру мырза. Тіпті осындай уақытта да Юру мырзаны есінен шығармайды, көрдің бе? Ол қатты құлаған сияқты. Дәмді саңырау құлақтар керек, басым-ай. Ол оянды. Енді ғана оянды. Басың әлі айналып тұр ма? Тамаша, жағдайың жақсы сияқты. Маған енді түске басар бірдеңе алып келіңдер. Неліктен мен саған тамақ алып келуім керек? Не деді? Наған не болған? Жоқ, біз Юру мырзамен олай сөйлеспейміз ғой. Қарның аш болса, бар да өзің тамақ ізде. Мынаны қарашы. Маған олай қарама. Юру мырза ашылғаныңыз. Ол басы қатты соғылған сияқты. Мен тіпті өзімнің кім екенін де білмеймін. Әй, сенің тезірек қашқаның жөн. Бері келіңдер. Бауырым, сен тағы да мені жеңдің. Аққұлақтар, бері келіңдер дейм. Мыналарға не болған? Қуаласпақ ойнап жүрме? Ей, тоқтаңдар деймін сендерге. Сен үшін біздің басымыз бәлеге қалды. Айтпақшы, сендер іздеп жүрген аққұлақ деген кім? Сен не деп тұрсың өзі? Жоқ, бұған бірдеңе болған сияқты. Ол амнезия болған сияқты. Амнезия деген не? Ол Гонға басын ұрып алған сәтте бәрін ұмытып қалған ғой. Гон? Гон деген сен басыңды соғып алған кішкентай. Жоқ, ол шынымен де есінен алжасқан сияқты. Мен сендердің достарыңнан есінен адасу түрлерін байқадым. Я, енді? Тек енді оны осындай болып қалады деп айтпаңызшы. Ол басын тура солай қайтадан соғып алу керек. Сол кезде есіне бәрі түсу мүмкін, түсінемісіңдер? Қане? Жақсы, біз келе жатырмыз. Гонды мен қолым алам. Мен Юру мырзаға барып келейін. Қандай әдемі. Біз шынымен солай істеуіміз керек бе өзі? Иә, егер оның Гонмен басын тағы да соқсын десек, солай істеуіміз керек. Оны дәл қазір осында алып келіңдер. Барыңдар. Ол әлі де өзін жақсы сезініп тұрған жоқ. Мен оны соңғы рет көргенде бәрі дұрыс болған. Мына жаққа қарай, Гон. Мына жаққа.
солай қиын. Білемін. Сонымен біздің досымыз қайда? Не? Ол сенімен кетіп еді ғой. Жоқ. Ей, ақылақ. Сені тапқанымызға қуаныштымыз. Бұл жігіттер кімдер? Досым! Досым, қайдасың? Ей, досым, қайда тығылып қалдың? Қайдасың? Бұл жолы кері шегінеміз. Жарайды, ескес-ескенше. Кәттік. Олар қашып кетті. Шамасы мен өте мақтыман, ау деймін. Я, олар қашып кетсе, менің күшім көп болғаны ғой. Я, солай. Ей, сен, жолдан былай тұр. Мен бір сөз айтсам болды, олар қашып кетеді. Менен басқа мұнда ешкім жоқ. Демек, олар менен қорқады. Шынымен менің күшімнің көп болғаны ғой. Тағы да байқап көрейік. Ауырып кетті. Неге гонмен лақтырып жіберді? Түсініксіз жағдай болды. Арқамай. Ей! Осында кесін ғой. Сен бар да маған біраз саңырауқұлақ алып кел. Сен не дедің? Не болып жатыр өзі? Не болды өзі? Бар, қорқатын ештеңе де жоқ, қане? Мені қорқат деп ойлайсың ба? Біреу маған саңырауқұлақ алып кел. Мені тағы қайталатпат. Ей, досым, сен не істеп жатырсың? Қайда болдың? Мен жайында алаңдамай-ақ қойыңдар. Бәрі жақсы. Жоқ, артыңда. Не болды? Онда ешкім де жоқ. Жақсы. Гон осында екен ғой. Гон деген сен бе? Алаңдама, ол кетіп қалды. Мына кішкентай менен мықты ма? Ей, ақылақ, тағы да кездестік бе? Сен тура уақытында келдің. Маған барып саңырауқұлақ алып келші. Сен не дедің? Ей, шамол! Бәрі дұрыс па? Мен бұны ұмытпаспын, Юру. Мен әлі қайтып келем, жігіттер! Бұл керемет болды, Юру мырза. Тоқтай тұршы, кішкентай. Сен менің есімімді айттың ба? Мен не дегенді өзім де білмеймін. Юру мырза. Егер қарныңыз аш болса, мынаны алыңыз. Юру мырза, менің есімде ештеңе жоқ, бірақ сіз өте мейірімді сияқтысыз. Ол қайтадан бәрін есіне түсіріп жатқан сияқты. Әрине, ол менің сүйіктасым ғой. Жейсіз бе, шынымен? Я, қуана-қуана жеймін. Солай ма? Бауырым, денем қатты ауырып қалыпты. Менікі де. Қалай екен, жақсы ма? Бұл керемет. Жемістер өте дәмді. Ай, екеуін көмектесіңдер. Әрине, қуана көмектесеміз. Бәрі жақсы ма? Әй, сен аққұлақпен бірге ұйықтай аласың ба? Шын ба? Сіз сондай мейірімдісіз. Ол ойынға сияқты қара. Ай, сенің атың кім? Сен кім екеніңді білесің бе? Басым-ай, Юру мырза қайда? Ей, кімнің оянғанын қараңдар. Саған жегенге не әкелгеніме қара. Юру мырза қайтадан есіне түсіру үшін көмектесіп жатқан сияқты. Түсінікті.
Бірақ сен бәрін білетін сияқтысың ғой, солай ма? Ей, ақырын ол ауырып тұр ғой. Солай ма? Иә, мен осында отырып ештеңе істемегеніме ыңғайсызданып тұрмын. Алаңдама, ештеңе етпейді. Есіңе бәрін түсіргенге дейін осында отыр. Жарайды. Жарайды, Юру мырза. Кеттік. Мен оның өтірік айтып жүргеніне сенімдімін. Мен оған қалайда шындықты айтқызамын. Бұл маған ұнамайды. Мынау да ұнамайды. Ей, менің қарным аш. Жақсы, қазір тамақ алып келем. Ұсталдың ба? Осының бәрінен шаршап кеттім. Ештеңе етпейді, Юру мырза, біз келдік. Тоқта, бері келші, өтірікші. Не болып жатыр? Ақ құлақ, ол баяқта бәрін есіне түсірген. Бізді мазақтау үшін ол бәрінде өтірік істеген. Не дедіңдер? Кешіріңіз, Юру мырза. Содан қолыма түс, мен саған көрсетем. Бері келген өтірікші. Дубляждың режиссері Назерке Леспекқызы, дыбыс режиссерлері Бекшәріп, Нұржан Бисалиев, Расул Ертұрғанов, аудармашылар Фатима Сыдықбекова, Мадина Жүнісбаева, редакторлар Мәулен Әметханұлы, Сандуғаш Есенбекова, мәтінді дыбыстағандар Айнұр Бабаева, Рүстем Жанаманов, Тимур Ниязов. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған Казмедиа Мобайл.